Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Достар, мен бүгін сіздерге ерекше әдіспен жасалатын таңғы астың рецептісін бөліскім келіп отыр. Видеоны көрмес бұрын сіздерден бір өтініш, менің арнама тіркеліп кетсеңіздер. Өйткені менің арнамда мерекелік дастарханға арналған түрлі салаттар, пирогтар немесе ыстық тағамдардың рецепттерін көре аласыздар. Ал ендеше достар, таңғы асымыздың жасалу жолына кірісетін боламыз. Алдымен керек нәрселермен таныстырып өтейін. Мен осындай эмер деген моцарелла сырды пайдаланамын. Мынау менде бір жарты бөлігі кешегіден қалған, және сондай-ақ кәдімгі дүкеннің лавашы бола береді. Енді алдымен лаваштарымызды ұзыншақ етіп, шамамен арасын бір 8-9 сантиметрлікте етіп кесіп аламыз. Осылай барлығын бірдей көлемде етіп кесіп алғандарымыз өте маңызды, себебі қазір ораған кезде әрқайсының көлемі әртүрлі болып тұрмағаны жақсы. Енді келесі кезекте шұжығымызды үкіштің үлкен көзінен осылай өткізіп алатын боламыз. Кейін оны бөлек ыдысымызға салатын боламыз. Енді келесі кезекте менде сыр, эмер сыры. Мен осы эмер сырын ірімшігін кез келген пиццаларға, салаттарға қолданамын. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін. Шұжығымыздың үстіне салып, ешқандай да тұз салмаймыз. Жақсылап қасықпен бір келкі етіп араластырып аламыз. Кейін біздің лаваштарымыздың үстіне көп толтырмай етіп салып, осылай 3 бұрыштап 2 қапталын жауып бүктейтін боламыз. Орап, осындай артық қалған жерін пышақпен кесіп тастайсыздар. Міне менде осындай 3 бұрышты болып шықты. Сіздерге қазір тағы да бір көрсетіп шығайын. Салмасын салған кезде тым көп болып кетпесін. 3 бұрыштап етіп осылай жасайтын боламыз. Балдарға жасап берсеңіздер өте керемет. Менде осыдан шамамен 15 дана шықты. Енді келесі кезекте бөлек ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. 2 жұмыртқаны үстіне аздап тұзымызды сеуіп, шаңшықмен араластыратын боламыз. Кейін табамызға майымызды құйып, оттың астын жағып, қызғаннан кейін жұмыртқамызға сигара бөректерімізді батырып алып, жайлап пісіретін боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Менің арнамда көптеген мерекелік дастарханға арналған рецепттерден таба аласыздар. Енді бір жағы піскеннен кейін екінші жағына аударамыз. Екінші жағын бірдей пісіріп аламыз, және де тарелкамызға орналастырғанда астына міндетті түрде салфетканы жайып қойыңыздар, себебі майы соған сіңуі керек. Енді екіншісін пісірген кезде астыңғы жағы біріншісіне қарағанда сәл тезірек пісіретін болады. Сондықтан да жиі қарап тұрыңыздар, және де күйдіріп алмаңыздар. Менің сигара бөректерім дайын болды. Өте дәмді, отбасыма және балаларыма өте қатты ұнады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сондай-ақ достар, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.